Не болды? Дубайға 2 адамға жолдама. Еще 100.000 теңге. Қарасай сен. Ертең келіңдер сайысы болады екен. Сен қатыс. Мен бірақ қолымнан ештеңе келмейді ғой. Қалай қатысамын? Үйде білесіз ғой, барлығын заказбен алдыртамын ғой. Ояққа да заказбен алдыртамын ба? Сатып аламыз ғой. Ең бастысы білдірмейсің. Бірақ оны біліп қоймайды ма? Жоқ, білмейді. Сен өзің білдіртпесең, білмейді ол. Жарай ма? Жарайды. Еще сен ұтып алсақ, екеуміз Дубайға барып қыдырып жатпаймыз ба? Я, онда кетіп барып көрейік. Жүр онда. Жүр. Кет. Мам, тұрыңызшы, сізге күшті жаңалық айтайын деп жатырмын. Ой, не білдірдіңдер тағы, не істедіңдер сендер? Мына көршіміз Сағираш айтып жатыр. Не дейді ол да? Не деп өсектеп жатыр? Не қылды айтшы? Ертең келіндер сайысы болайын деп жатыр екен. Мам, қатысайыншы. Ерікпешке, ана сиырды кім салады, үйді кім жинайды? Білесің бе, қазір тағы да мал келіп жатыр ана бабалар, білесің бе? Мам, білесіз ба, егер де ұтқан адамға призге Дубайға жолдама 2 адамға еще 100.000 теңге. Егерде біз ұтатын болсақ 100.000 теңгеге сізге әдемі көйлек әперемін. Мына көйлегіңіз тозып кетті ғой. Егер Дубайда жатамыз, қыдырып жүрмейміз ба? Шын ба? Я. Жарайды. Қатыстырмайтын ем. Қатысқым деп тұр екен ғой, қатыса бер, қызым. Бірақ ұмыт кетпе, ана 100.000 теңгеге маған әдемі көйлек алып бересің, ұмыт кетпе. Я, болды, мам. Жүр кет, қаяқта ол тағы, жүрші. Тоқтаса епкіз таппай жүремін ғой. Болды жүр енді. Жүр қызым мұнда, жүре ғой. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Мұнда төлетіңіздер келіңіздер, мұнда отырыңыздар. Кім қатысады? Сіз ба? Сіз осында отыра қойыңыз, ал сіз болсаңыз, мұнда жайғасыңыз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, бақытты бол. Кім қатысады бүгінгі сайыста? Менің мына қызым қатысады, отыра ғой, мен келінім. Отыра қойыңыз. Сіз келініңіз ба? Сіз мұнда отырасыз. Сіз ше, мамасы боласыз ба? Иә. Келініңіз ғой, Иә, мен келінім. Жақсы екен. Бүгінгі сайысқа қатысушылармен танысып отырсақ, өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Менің атым Нұрай, ауылдан келдім. Ой, қандай керемет, күшті. Ал менің атым Аруназ. Мен Шымкентте тұрамын. Ой, молодец, күшті. Бүгінгі қатысушыларымыз. Бүгінгі біреуі ауылдан, біреуі қаладан келіпті. Ой, бүгінгі сайыс қызық болайын деп тұр енді. Дайынсыздар ма? Иә. Ал енді бүгінгі сайыстың шарттарымен сіздер таныстырып өтейін. Бүгінгі сайысымыздың шарттарымен сіздерді таныстырайын. Танысып отырыңыздар сіздерде. Бүгін 3 турдан өтеді. Біріншісі әдемлеп сәлем салу. Яғни кім көп сәлем салады, соның ұпайы көп болады. Екіншісі әдемі үй жинау. Әдем болғанда таза ғып кім жинайды, соны әділ қазы алқалар көріп отырады. Жақсылап, ынталарыңызбен кірісіңіздер. Үшіншісі, өздеріңіз қалаған тамақтарыңыз, тәттілеріңізді пісірсеңіздер болады. Осы жерде пісіресіздер, жаңағы әкелген заттарыңыз, әкелдіңіздер ғой, заттарыңызды, Қазір соңында әкелген заттарыңызды осы столға алдырамыз. Сонымен әдемі тәтті пирог болсын, торт болсын, салат болсын істесеңіздер болады. Құрметті қатысушылар, барлығыңызға сәттілік. Сіздерді мына жақта жоғарыда әділ қазылар көріп отыр. Енді жақсылап кірісіңіздер, сіздерге сәттілік. Сіздерде дайынсыздар ғой, Дайынсыздар ма қатысушылар? Я, дайынбыз. Келіңіздер онда. Ауылда миллион рет саламыз ғой. Ой, жетеді. Сіз тоқтатпасақ тоқтайтын түріңіз жоқ қой? Жетеді. Сіз ше, Аруназ, Аруназ ханым, келе қойыңыз. Ойбай, сіз кім? Ойбай, маған екеуі жетеді. Менің белім ауырады. Ойбай, айттым сізге қатыспай-ақ қояйық деп. Қатыса берші. Саты 100.000 теңге ұтып аласың.
Жарайды, күшті, жақсы өттіңіздер. Келесі екінші турымызға өтеміз. Яғни үй жинаймыз. Үйді таза қып жинаймыз, ысырасыздар. Яғни әдейі пыласос қойған жоқпыз қазір. Осында бізді арнайы ысырғысымыз. Сіздер ұмытып қалмаған шығарсыздар, бұрындар осындай ысырғыш пайдаланатын. Қазір енді мынандай сіздерге шаң сүртетін арнайы қойып қойдық майлықтар. Қазір осы жерлерді тазалап әдемі қылып шығарасыздар бізге. Сіздерге сәттілік. Болды мана сыпырғыма. Үйде күніге сыпырам болуаны. Ой, қатырам ой. Мен сүртемін ба мен? Шуй, маникюрларым. Қалай сүртеді осы мен адамдар? Фуй. Маникюрларым барлығы жаман болып ескіріп кететін болды ғой, осыны сүртем дегенше. Ай, болды, жетеді маған. Міне қараңыз, мен сыпырып болдым. Дайынсыз ба, уже біттіңіз ба тірліктеріңізді? Ой, молодец, Нұрай. Тап-таза болып жылтырап қалыпты ғой. Не болып жатыр мұнда? Кеңіз, Арунас ханым. Фуй, сыпырғыма. Хотя пилосос қоймайсыңдар ма? Біз әдейі сыпырыш қойдық. Давай, бастаңыз. Сізде көреген қаланың келіндерін. Қалай істейтін әмін? Болды, жетеді маған осы. Болды ма? Už біт қойдыңыз ба? Иә. Маған жетеді осы. Жарай. Міне сүртіп қойдың жақтың барлығын. Ой, тап-таза болып қалыпты ғой. Біз осы жерге әдейі жаңа әр жерге бір дақтар жақ болғанбыз. Тап-теңнақтай қойыпты. Молодец, Нұрай. Ой, уже енелері, келіндеріне жақтап уже. Ой, молодец. Енді тыныштық сақтаңыздар, сыныштық сақтаймыз. Біздің енді ең шешуші кезең. Қазір өз өнерлеріңізді көрсетіп, тамақ істейсіздер, тәтті қолдарыңыздан бал тамған тәтті тамақтарыңызды. Дайынсыздар ма? Заттарыңызды әкелсеңіздер болады. Заттарыңызды алдырайық, или өздеріңіз алып келесіздер ма? Алып келіңіздер. Сахнаның сыртында тұрған, алып келіңіздер, иә? Мен саған анай суши пицца заказ беріп қойдым. Бұлар мен қалай істейміз? Анаяқта отырып. Жоқ, сен өтікте мыналарды істеп отқан сияқты боласың да, мен кейін істеді деп апарам. Жайыма бір істей алатын адам ұқсап, істеп тұра берін алады. Істей аласың ба өзі? Мен сені кейін істеді деп анан апарам. По-любому ауылдың келіндері істей алмайды ғой, білесің ғой? Иә. Олар бәрібір бұнайды істей алмайды. Иә, біз ұтамыз, уайымдама. Мыналарды алып бар. Саны көрсет, біз жеңеміз. Олар по-любому суши пицца істей алмайды да ғой. Жарайды, сәттілік Арунас. Иә, кетті. Ана екі жұмыртқадан кейін ұн қосасың. Сәл сыр қосып, сосын жұмыртқа қосасың. Иә, бол, берем ғой мамаға. Айта бермей үшін күніге екеуміз шай ішіп ғой. Алпа, қызым сәттілік. Біреуің рецептін қателеспе, дәмсіз шығып қалсын осылар. Дуяға бармай қалайық, мен сені өлтірем, түсіндің бе? Бірақ та еш нәрсені тоқтамай. Болды, сәттілік саған. Мен қазір жеңемін. Ол бәрібір мені ұтамайды. Мен ондай өтірік істейді қатырабын ғой. Құрметті қатысушылар, тыныштық сақтаймыз. Тек қатысушылар қалсын шынында. Құрметті қатысушылар, сіздерге 1 сағат уақыт берем. 1 сағат уақытта үлгерулеріңіз керек. Тәтті тамақтарыңыз дайындап, иә? Дайынсыздар ғой, иә? Заттарыңызды алдырыпсыздар ғой. Сіздерге сәттілік. Сіздер мұнда бақылап көріп отырсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік. Уақыт кетті. Ал тез істеңіздер. Осы жерде бақылап көріп отырам мен сіздерді.
По-любому біз ұтамыз. Келін. Саған да келіп бар. Әдемі қой. Әдемі істепсің ғой? Әдемі де әдемі. Не істеймін? Пирог пен реши бежим. Әкелесің әдемі қосай? Қоспайсың ба сен? Әдемі Құрметті қатысушылар, сіздер уақыттарыңыз бітті, дайынсыздар ма? Сіздердің тамақтарыңызды көрейік. Вау, не деген әдемілік. Өздеріңіз жасадыңыздар ма? Менің қолымнан келмейтін нәрсе жоқ қой. Күшті. Суши жасады, пицца жасады. Ондай бола ма негізі? Негізі бұндай болады. Адамның ең сүйікті тамағы осы. Сіздердің ең сүйікті тамақтарыңыз ба? Иә. Жарайды онда. Главный. Шайға арнап, ішінде шоколад және малина қосып жасады менің келінім. Айдай сұлу келінім менің. Күшті, қазір. Дәмін көресіз? Иә, көрейік енді. Нарезге кесіп берейін, иә? Сіздердің торттарыңыздан көрейік. Не түрі не екен аппетитный, а? Наны көрсең. Біз көбі әлі бірде. По-любому біздікі тәтті болады. Сіздер түскінде көреміз. Неден көреміз? Біздікі по-любому. Не деген күшті. Сіздерге шайға деп алып қойдық, міне алыңыз. Күшті дәмі. Ал сіздер түскін көрейік. Иә, мынамен қосып кеп көріңіздер. Сіздер түкі бірақ, что-то қолмен істедіңіздер ма? Магазиндік сияқты ма? Крем жоқ қой. Қолмен істедік біз. Крем жоқ қой. Жаңа онымен біз істеп алдық. Біз сондай рецептерді білеміз. Иә, біз Көрейік бұнда. бұл біздің дәстүріміз. Сіздердің ұлттық тамақтарыңыз ба не бұл? Иә, бұл біздің ұлттық тамағымыз. Көрейік там. Күшті екен, бірақ тура магазиндікі ма деймін. Қазір Біз бұны өз қолымызбен істедік. Точно ма? Соғыс қақтыра алды. Біз соғысты өзіміздің үйден әкелдік. Жаңа анияқа барған екен. кезде осыны қойып алдық. Үйден әкелдік дейсіздер ма? Иә. Мына тамақтарды ма? Жоқ, мұны осы яқтар жасады. Істейтін заттарды осы жаққа келді. Иә. Соғыс істейді ғой негізінде. Мақұл енді пиццаларды істеген шығарсыздар, суши. Білмеймін енді. Сәл сенің кілометр. Бұны алып кетіп, мына жоғарыдағы әділқазыларға бір көрсетейік, иә? Әділ бағаларын берсін. Пиццаны да жеп көріңіздер. Пиццаны да дәмін көріңіз. Дәмін көрсеңізші. Қазір күте тұрыңыздар, сіздерге бір 5 минут әділ бағасын берсін әділқазылар. Сіздер тортыңызды алай жүріңіз. Құрметті қатысушы ханымдар, По-любому тасын. тыңдаңыздар, әділқазы алқалар бүгінгі өз шешімін шығарды. Сіздерге жариялайын. Қабыл алыңыздар енді. Бүгінгі келіндер сайысында жеңіске жеткен Нұрай келін. Тыныштық сақтаймын. Неге әділқазы? Әділқазы алқалары сіздердің істеген тамақтарыңызды өздері істемеді. Магазиндікі қолдан жасалған жоқ деп өз шешімдері шығарды. Ол өз еңбегімен жашап тұрып істегені ғой. Еще сіздердікі одан алдындағы ұпайларыңызда төмен екен. Соның барлығын ескере кетіп, Нұрай ханымды бүгінгі Менің келінім келіндер сайысында Менің келінім. жеңіске жетті. Біз келіспейміз. Бұл әділетсіздік. Құтты болсын. Жеңіске жете алмағандар өстіп ренжіп кетеді ғой енді. Сіздерді құттықтаймын. Сыйлығыңыз әкеліңіз. Иә, әкелеміз қазір кішкене сабыр сақтаңыздар. Сіздерге бүгін Дубайға жолдама, яғни 2 адамға еще сіздерге 100.000 теңге ақшалай ұтыс. Бүгінгі жеңістеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге сәттілік, жақсылап демалып қайтыңыздар Дубайға барып. Құттықтаймын тағы да жеңістеріңізбен. Рахмет. Келін қанын ұстама. Иә, қатырап, менің шамды.